Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім. Есімім Ұлбосын Еспекқызы, кардиолог, диагноз дәрігер. Бүгін сіздерге холтер аппараты не үшін қолданамыз, холтер аппараты дегеніміз қандай аппарат екенін таныстыратын боламын. Видеоның басында айтып кеткендей, мен тек қана кардиолог қана емес, функционалды диагноз дәрігерімін. Функционалды диагноз дәрігер бұл адам ағзаларының атқарып жатқан қызметінің қаншалықты дұрыс емес болып жатқанды анықтайтын дәрігер болып есептеледі. Мен кардиолог дәрігер болғандықтан жүрекке байланысты жүрек қан тамырлар жүйесінің атқарып жатқан қызметін тексеретін дәрігермін. Біздегі бүгінгі холтер аппараты бұл жүректің ырғағын, жүректе аритмияның бар жоқтығын анықтайтын аппарат және жүректің ишемиялық ауруының нақты бар ма жоқ па анықтауға болатын қазіргі заманауи медицинадағы маңызды бір аппараттардың бірі. Бұл аппараттар негізі бірнеше түрге бөлінеді. Менің қолымдағы бұл 3 каналдық аппарат, ең қарапайым 3 каналдық аппарат. Аппараттың 2 бөліктен тұрады. Оны пациентке жабыстыратын бөлігі, яғни бұл бір ретті қолданатын электрод және ЭКГ-ні жазатын арнайы аппараты бар. Осы аппарат кішкене ғана портативті аппарат. Бұл денеге немесе белге немесе мойынға іліп қоюға мүмкіндік беретін кішігірім аппаратты таныстыратын боламын. Бұл аппараттың негізгі функциясы жүректің ырғағының дұрыс немесе бұрыс екенін анықтауға болады. Аппаратты компьютер арқылы байланыстырамыз. Арнайы мынандай сымы болады. Аппаратты компьютерге арнайы сым арқылы байланыстырамыз. Мынау бір реттік қолданылатын электродтарды аппараттың арнайы өзінің орнына қойып, науқасқа жабыстыратын боламыз. Мен сіздерге видеоға қалай жабыстырылып жатқанын көрсетіп кетемін. Соны қарасаңыздар болады. Холтер ЭКГ аппараты не үшін қолданамыз? Қандай диагноздарды анықтауға болады? Бірінші, ол аритмияларды анықтау үшін. Аритмиялар бірнеше түрге бөлінеді. Соны нақты қандай аритмия екенін анықтап алуға болады бұл аппарат арқылы. Және осы диагностиканың арқасында ары қарай емдеудің әдістерін пайдаланатын боламыз. Екінші, ол емімізді бақылау үшін. Біз аритмияны анықтап алдық, ары қарай тағайындау жасаймыз препараттар арқылы. Препараттарды 3 ай, 6 айға дейін ішкеннен кейін қайтадан осы холтер аппаратын тағу арқылы тексереміз. Біздің жасап жатқан еміміз дұрыс па, немесе бұрыс па екенін дұрыс болатын болса, ары қарай жалғастырамыз. Немесе препараттың дозасын коррекция жасау керек болса, онда препараттың дозасын ауыстырып беретін боламыз. Үшінші, ол кейбір белгісіз жағдайларда науқастарда аяқ асты әлсіздік, бас ауруы, бас айналу, әлсіздіктің түсініксіз жағдайларда немесе естен танып қалу жағдайларында осы холтер аппаратын тағып тексеретін боламыз. Және төртінші, жүрек қауіп факторларын бағалау мақсатында, әсіресе науқастың отбасылық анамнезінде әке-шешесі, бауырларында жүрек аурулары бар, қан қысымы жоғары, жүректе ақауы бар науқастарда, ондай жағдайда науқасымызды тексеретін боламыз. Бесінші, ол жүректің ишемиялық аурулары бар жоқтығын анықтауға болады. Холтер аппараты осы жүректің ишемиялық ауруындағы ишемияның бар жоғын анықтап беріп, біздің диагнозымызды қоюға көмектесетін өте керек аппарат. Қорытындылайтын болсам, осы кішкене ғана холтер аппараты біздің мына заманауи медицинадағы өте маңызды аппараттардың бірі болып табылады. Әсіресе кардиологияда, аритмологияда өте маңызды аппарат болып табылады.
Біздің клиникамызда осы холтер аппаратының қарапайым түрі 3 каналдық холтер жасаймыз. Осы 3 каналдық холтер арқылы да көптеген ақпараттар алып, көптеген науқастарға көмегіміз тиіп жатыр. Сондықтан егер сізге холтер аппараты керек болатын болса, біздің клиникаға келіңіз. Менің каналымның шапка профилінде мен жасайтын клиниканың мекен-жайы және телефон нөмірі жазылған, соған хабарласып, осы аппаратты қалай табуға болатынын сұрап білуге болады. Бүгінгі ақпаратым сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Лайк басуды ұмытпаңыз, комментарийға сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіз. Менің басқа да видеоларымды көре отырыңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.